Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын болжау үшін экранға назар аударайық. Бұл жерден біз ненің суретін байқап тұрмыз? Әрине, бұл жерде теңіз, балықшылар және де балық аулап жатқан сәті, иә? Ендеше балалар, біздің 8-ші бөлім бойынша Қазақстанның су ресурстары Әбдіжамал Нұрпейісовтың «Қан мен тер» романы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Әбдіжамал Нұрпейісовтың «Қан мен тер» романынан үзінді. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары және де бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларға берілген ақпаратты талдай отыра баға береміз. Перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті ақпараттарды анықтаймыз. Бүгінгі біз сабақта жаңа сөздермен танысамыз, мәтінді мұқият тыңдаймыз, перифраз түрінде берілген сұрақтарды, ақпараттарды анықтаймыз, мәтіннің мазмұны бойынша ретімен қоямыз, басқалардың жұмысын бағалаймыз және де сабақтан алған әсерімізді айтамыз. Өткен сабақта Әбдіжамал Нұрпейісовтың өмірі мен шығармашылығымен танысқан болатынбыз. Әбдіжамал Нұрпейісов драматург, публицист, әдебиет сыншысы, драматург, аудармашы, Қазақстанның халық жазушысы. «Қан мен тер» трилогиясы ымырт, сергелден, күйреу деген 3 кітаптан тұрады. «Қан мен тер» трилогиясында 1913-1920 жылдары Арал өңірінде болған тарихи оқиғалар бейнеленген. Өмірдің қиын кезеңінде жасымаған, рухы мықты, қайсар адамның образын жасайды. Еламан секілді төзімді адамның күрескерлік рухы арқылы тұтас халықтың өмірін көрсетеді. Сабақ барысында жұмыс жасау үшін ең алдымен жаңа сөздермен таныс болайық. Аттылы, ат мінген адамды айтамыз. Ау, балық ұстайтын үлкен сүзгі тор. Балықшы, балық аулайтын адамды айтамыз. Ашу, адамның ыза мен ренішінен пайда болатын күй қуаты. Жадырау, шаттану, рахаттану, көңіл көтеру. Кәсіп, тіршілік көзі болып табылатын жұмыс түрі. Ең алдымен мәтінді мұқият тыңдап шығайық. «Қан мен тер» романынан үзінді. Теңіз жайында әңгімелескен керемет. Әңгіме болатын, балықтың бағыты қалай? Тереңге кете ме, тайызға шыға ма? Бүгін күн қалай батты? Ертең жел соға ма, жоқ па? Балықшылар бүгін райдың үйіне жиналды. Олар теңіз жайында, балық жайында әңгімелесіп отырды. Аттылы біреу есік алдына тоқтады. Аттан түсті. Атты байлап сәлем беріп үйге кірді. Кіріп келген Кәлен еді. Балықшылар Кәленді таныды. Балықшы жас жігіт. «Аға, отырыңыз, төрге шығыңыз», деді. Кәлен төрге шықпай төмен отырып, «Еламан, саған келдім», деп ойындағысын бірден айтты. «Кәсіп іздеп келдім». Атырлауды қойып енді балық аулауға шықтың ба?» деді Рай. Балықшылар шошып қалды. Кәлен асықпады. Ол ашуланбай түк болмаған кісідей жадырап, «Бала ғой деп жүрсем, ер жеткен екенсің», деді. Балықшылар жадырап сала берді. Еламан, «Жарайды, шаруанды айт», деді. «Саған кісі керек дейді ғой, мені пайшер қып алуға қалайсың? Мұз оятын кісі керек пе?» «Ал, керек». «Ендеше мен ал». «Шодырға бар, билік сонда». «Міне сөз, ендігі жерде сендермен бірге жүріп көрейін». Ертеңінде Еламанға Андрей келді. «Сақ бол, Федоров аудың барлығы жарамсыз деп жатыр. Ертең сені бар адамын мен мұз үстіне айдап шығайын деп жатыр». «Мұз әлсіз емес пе?» «Оны мен де айттым, бірақ Федоров тыңдамайды. Сақ бол, тек абайлап сөйлес», деп кетті Иван. Мәтіннің мазмұны бойынша қазір Learning Apps платформасында берілген тапсырманы орындаймыз. Оны орындау үшін ең алдымен өздерінің ұялы телефондарына берілген QR-кодты сканерлеп алыңыздар.
немесе сілтемесі арқылы осы тапсырманы орындауға болады. Тапсырма: мәтіннің мазмұны бойынша перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті ақпараттарды анықтаймыз. Райдың үйіне жиналған балықшылар не жайында сөйлесті? Балықшылардың әңгімесі балықтың бағытын айқындау, ауа райының құбылысын сөз ету. Балықшылармен амандасып үйге қарай беттеген аттылы адам кім? Атын байлап, сәлем беріп, кәлен кіріп келді. Төрге шықпастан Еламанға беттеген кәлен не жайында сұрады? Кәлен Еламанға кәсіп жайында сұрап келгенін жеткізді. Кәленнің теріс қылықтарын тілге тиек еткен кім? Рай кәленге қарап, ат ұрлауды қойып, балық аулауға шықтың ба деп мұқатты. Еламанға балық аулайтын аудың жарамсыз екенін айтып, абай болуын ескерткен кім? Андрей Еламанға сақ болуын ескертті. Тексеріп көрейік. Жарайсыз, жауапты дұрыс таптыңыз. Жақсы балалар, келесі тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша оқиғалар желісін ретімен дұрыс орналастырамыз. Мәтіннің мазмұны бойынша оқиғалар желісін ретімен дұрыс орналастырыңыз. Бірінші сөйлем. Балықшылар теңіз жайында әңгімелесті. Екінші сөйлем. Аттылы біреу есік алдына келіп тоқтады. Үшінші сөйлем. Балықшы жас жігіт кәленді танып сәлем берді. Төртінші сөйлем. Кәлен Еламанға жұмыс сұрап келген жөнінде айтты. Алтыншы сөйлем. Барлық аудың жарамсыз екенін ескертіп, ертеңде Андрей келді. Соңғы сөйлем. Иван да Андрейдің сөзіне қосылып, абай болуды ескертті. Тексеріп көрейік. Жарайсыз, тапсырманы дұрыс орындадыңыз. Енді балалар, оқиға желісі бойынша эмоция кестесін толтырайық. Оқиға желісі берілген, теңіз жайындағы әңгіме, балықшылардың шошуы, кәленнің түк болмағандай жадырауы, биліктің шодырда болуы, Андрейдің Еламанға ескертуі. Енді осы оқиға желісін эмоция кестесіне толтырамыз. Жақсы балалар, ендеше жауабын бірге тексеріп көрейік. Теңіз жайындағы әңгіме бұл рахаттану. Балықшылардың шошуы, яғни қорқу. Кәленнің түк болмағандай жадырауы, көңіл-күйдің жадырауына сәйкес келеді. Биліктің шодырда болуы, мұнаю. Және де ең соңғы Андрейдің Еламанға ескертуі, яғни бұл қобалжу эмоциясына сәйкес келеді екен. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылай келе, Mentimeter платформасына берілген осы QR-кодты сканерлеу арқылы, бірінші QR-кодты сканерлеу арқылы сабақтан түсінгендерді жазасыздар. Екінші QR-кодты сканерлеу арқылы алған әсерлеріңізді жазасыздар. Ол үшін